Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam öz hadisinde dinde халыққа пайдалы нұсқау деген. Егер дінді халыққа құлшылықтың негізінде насихаттайтын болсаң, онда дін халық үшін апиынға айналады. Егер дінді ғылыми тұрғыдан халыққа жеткізетін болсаң, онда дін халықты әлемге келген апаттан құтқару, оларды ақиқат жолына түсіру. Жалпы адам баласы ислам дінінің әлемдік ислам ілімінен және адам баласын ақиқат тура жолына бастайтын ізгі қоғамнан тұратындығын біле бермейтін болса керек. Өткен ғұламалар дамушылықты о бастағы мүмкіндіктің шындыққа айналуы деген. Алла тағаладан адам баласына берілген о бастағы мүмкіндік жақсылық болатын. Ислам әлеміндегі ізгі қоғамның негізгі танымы мен тәрбиесі де, оның даму заңдылығы да жақсылық. Сол жақсылықтың егері адам. Ізгі қоғамның негізгі құндылығы адам мүддесін білдіреді. Сондықтан қоғамның алдына қойған мақсатын адами тұрғыдан жүзеге асыру. Қоғам ағымындағы әр ұлттың ұлттық мүддесінен тұратын тілін, діліне, салт, дәстүрі мен әдет-ғұрпіне құрметпен қарау. Олардың достығы мен ынтымағын нығайтып, халықты бірлікке шақыру. Жалпы халықтық билікті жүзеге асыру. Ізгі қоғам ағымындағы жалпы халықтық биліктің мақсаты халықты жақсылыққа ізгі тәрбиелеу. Оларда Алла тағаланың салған сара жолымен ізгілікке бастап халық мұратына жету.